Қайырлы күн оқушылар, біздің келесі сабағымыз электронды есептеуіш машиналар. Бұл да ОГТ-да жиі кездесетін сұрақтардың бірі. Электронды есептеуіш машиналар жалпы бұрынғы кезде төрт кезеңнен тұратын есептелген, бірақ соңғы бертін келе бұл 5 кезеңге бөлінді. Бірінші буын 1940-55 жылдары. Бұл кезеңде ең алғашқы машина пайда болған. Оны Бэйбидж атты ғалым ойлап тапқан, соның құрметіне Бэйбидж машинасы аталып кеткен. Бұнда да электронды вакуумдық шамдар. Бұндай мысалға сондай сұрақ келіп қалуы мүмкін. Бірінші буынында қандай құрылғылар пайдаланған? Сонда жауап бересіздер: электронды вакуумдық шамдар. Екінші буынында 1955-65 жылдар аралығында. Бұнда транзисторлар қолданылған. Үшінші кезеңінде 66-80 жылдар. Бұл жерде интегралды микросхемалар. Төртінші кезең 1980-нен 2000 жылға дейін шамасында бұл жерде үлкен және өте үлкен интегралды схемалар пайдаланылған. Ал бесінші кезең, ол қазіргі кезең, бұл жерде жасанды интеллект, MacBook, ноутбуктар сияқты құрылғылар пайдаланған.